Армысыздар ардақты ағайын. Біз бүгін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының сайтынан түнгі құлшылықтың сауабы деген мақаланы оқитын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ислам шариғатында 5 негіздің бірі намаз құлшылығы. Намаз кәмелетке толған барша ер мен әйелге парыз болғанымен орындалуы міндет болмаған намаздар да бар. Оларды шариғи тілмен нәпіл намаздар деп атайды. Бұл намаздарды оқыған адам көп сауапқа кенелсе, орындамаған кісіге күнә тағайындалмайды. Ол нәпіл намаздардың өзіндік деңгейлері мен ерекшеліктері бар. Соның бірі түнде оқылатын тәһәжжүд намазы. Тәһәжжүд сөзі араб тілінде ұйқыдан тұру, ояну немесе ұйқыны бұзу деген мағыналарды берсе, шариғаттағы терминдік мағынасы құптан намазынан кейін ұйықтап, түннің 3/2 бөлігінде тұрып намаз оқу дегенді білдіреді. Алла тағала қасиетті Құранның Инсан сүресі 26 аятында сондай-ақ түннің бір бөлігінде оған сәжде ет, және түнде ұзақ уақыт оны дәріпте деп айтқан. Әсіресе қасиетті Рамазан айының күндізін ораза, түндерін намаз оқып, құлшылықпен өткізудің сауабы өте үлкен. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Рамазан айында шынайы сеніммен әрі ықыласпен түнді намаз оқып өткізген адамның бұрынғы күнәлары кешіріледі деген. Мұқағали ақынның түн маған ұйықтау үшін жаралмаған, ұйықтасын сапарларын тәмамдаған, алдымда сапар жолы тарам-тарам, ұйықтасам барлығынан қараң қалам деп айтқандай, бұл айдың күндізінде ораза ұстаумен қатар, түнде атқарылатын құлшылықтардың да сауабын жіберіп алмауымыз қажет. Парыз етілген намаздардан бөлек түнгі намазды оқуға ұқыптылық таныту үшін мұсылман адам түнгі намаздың мынандай артықшылықтарын білу қажет. Бірінші, түнгі намаз оқу ардақты пайғамбарымызға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бұйырылған ең алғашқы әмір. Алла тағала қасиетті Құранның Мүззәмил сүресінің алғашқы аяттарында ардақты пайғамбарымызға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, түнде тұр, бірақ аз ұйықта, түннің жарымын немесе одан да аздап кеміт, не оған біраз қос деп бұйырған. Ғалымдарымыз арнайы себеп болған жағдайларды айтпағанда, Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, дүниеден озғанша түнгі намазды тастамағандығын айтқан. Себебі тәһәжжүд намазы ардақты пайғамбарымызға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, міндет болып бекіген құлшылық. Бұл туралы Алла тағала қасиетті Құранның Исра сүресі 79 аятында Алла елшісіне, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, түннен оянып, Құранмен өзіңе тән нәпіл оқы, Раббыңның сені бір мақтаулы орынға жеткізуінен үміт етіледі деп бұйырған. Тәпсір ғылымдары аталған аяттардың тікелей Алла елшісіне бұйрық райда нәзіл болуына байланысты тәһәжжүд намазын ардақты пайғамбарымыз үшін, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, міндет болған құлшылық деп есептейді. Қисса. Бірде ата есімді табағин Хазіреті Айша анамыздан былай деп сұрайды: Алла елшісінің ерекше бір жағдайын айтып бересіз бе? Сонда Хазіреті Айша: оның ерекше болмаған халі бар ма? Бірде түнде бөлмеме келді. Аздан кейін маған қарап, бүгін маған рұқсат бер, Раббыма құлшылық етейін деді. Дәрет алып намазға тұрды. Ол қиямда түрегеп тұрып көп жылады. Жанарынан аққан көз жасы көкірегіне сорғалап жатты. Рукуке барғаннан кейін де ұзақ тұрып егіле жылады. Сәждеге барған кезде де халі солай болды. Алла елшісінің көз жасы Біләлдің таң намазына хабар берген азан даусына дейін толастамады. Сонда мен: пайғамбарым, Алла тағала сенің барлық күнәларыңды кешіре тұра, сен неге осыншама жылайсың деп едім. Ол: шүкір еткен құл болмаймын ба? Қалай ғана жыламайын? Алла осы түні маған шексіз көктер мен жердің жаратылуына және түн мен күннің өзгеріп, кезектесіп алмасуында ақыл ой иелері үшін дәлелдер бар деген аяттарды түсірді. Осы аяттарды оқып терең ойға батпаған адамның жағдайы неткен өкінішті деді. Екінші, түнгі намаз оқу сауабы мол амал. Түнде тұрып намаз оқу нәпсіге ауырлық туғызатындықтан, нәпсісін жалқаулықтан тыйып, жаратушысының разылығы үшін деп сол уақытта құлшылық жасау сауабы шексіз болатын құлшылыққа жатады. Алла тағала қасиетті Құранның Сәжде сүресі 16-17 аятында
Олардың жамбастары төсектерінен ажырап, түнде ұйқыдан тұрып, Раббыларынан қорқа дәмете жалбарынады. Сондай-ақ олар берген несібемізден тиісті орынға жұмсайды. Жасаған жақсы істеріне орай Құдай иелігінде сақталған, оларды қуантатын зор сыйлық барын ешкім білмейді деп айтқан. Кейбір ғалымдар аяттағы оларды қуантатын зор сыйлық барын ешкім білмейді делуінің сырын түнгі намаз көбіне өзге адамдардың көзінен таса, жасырын оқылатындықтан оларға қияметте берілетін зор сыйлық та өзгелерден жасырын түрде берілетінін айтқан. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Пеште бөлмелер бар. Олардың ішінен сырты, сыртынан іші көрініп тұрады. Алла тағала ол бөлмелерді сөзі жұмсаққа, адамдарды тамақтандырғанға, қосымша нәпіл оразасын ұстайтынға және түнде адамдар ұйықтап жатқанда тұрып намаз оқитын кісіге дайындап қойды деген имам Байхақи. Үшінші, түнгі намаз оқу тақуа жандардың сипаты. Алла тағала қасиетті Құранның көптеген аяттарында тақуа құлдарының сипаттары жөнінде баяндаған. Сондай тақуа жандардың бір сипаты, олар түн ұйқысын бөліп құлшылық жасайды. Алла тағала қасиетті Құранның Зарият сүресі 15-17 аяттарында расында тақуалар бақшаларда, бұлақтарда болады. Олар өздеріне Раббыларының бергенін алады, өйткені олар бұдан бұрын ізгілік істеушілерден болды. Олар түнде аз ғана ұйықтайтын еді деп айтқан. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, түнгі намазға аса маңыз беріңдер. Оны сендерден алдыңғы өткен ізгі кісілер үнемі орындап жүретін. Түнгі намаз жаратушыларыңа жақындатады, жамандықтарыңды өшіреді және күнәлі істерге баруға тосқауыл болады деген. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Абдулла қандай жақсы адам. Егер ол түнгі құлшылыққа тұрса, тіпті жақсы болар еді, деп Абдулла ибн Омарды меңзеген. Осыдан кейін Абдулла түнде өте аз ұйықтап, оның көп бөлігін құлшылықпен өткізетін болған. Өзінің тақуалығымен танылған ізгі жандардың барлығы да осылайша түнгі намазға деген үлкен ұқыптылықпен қарайтын еді. Мысалы, имам Абу Ханифаны, Алла оны рахмына алсын, түндері тапжылмай қиямда ұзақ тұрғандықтан адамдар оған діңгек деп ат қойған екен. Абу Сулейман, Алла оны рахмына алсын, егер түнгі құлшылық болмағанда бұл дүниеде қалуды еш ұнатпаған болар едім десе, Мұхаммад ибн Аль-Мункаддир, Алла оны рахмына алсын, дүниеде 3 нәрседен басқадан еш ләззат таппадым. Олар түнгі құлшылық, дін жолында бауырларымен жүздесу және жамағат намазы деген екен. Қисса. Ашаб ибн Абдулазиз имам Малик, Алла оны рахмына алсын, туралы былай дейді. Бірде ел жатқан уақытта сыртқа шықтым. Малик ибн Аннастың үйінің жанынан өтіп бара жатып, оның намаз оқып жатқанын байқап қалдым. Фатиханы оқып болған соң Такасур сүресін оқи бастады. Сүредегі сол күні берілген ырыс, береке мен несібелерден сөзсіз сұраласыңдар делінген аятқа жеткен кезде ол солқылдап жылай бастады. Әлгі аятты қайталап жылай берді. Мен баратын жеріме де бармай, көз алмай тыңдап тұрып қалдым. Осылайша ол таң намазына дейін жылады. Шапақ атқанда ғана рукуғке барып намазын бітірді. Мен де үйге барып, дәрет алып таң намазын оқу үшін мешітке бардым. Кейіннен күн шығып, айнала жарыққа толып, оның айналасына ілім алқасы жиналады. Мен жақындап барып қарағанымда, оның жүзінен нұр шашылып тұрды. Сол кезде мен түнгі намазы көп болғанның күндіз жүзі нұрлы болады деген хадисті есіме алдым. Құрметті жамағат, нәпіл құлшылықтар біздерді жаратушымыздың сүйіспеншілігіне жетелейді. Сол нәпіл амалдардың ішіндегі ең абзалы түнгі намаз. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, парыз амалдардан кейінгі ең абзал намазы түнгі намаз деген имам Муслим. Ендеше әсіресе осы қасиетті Рамазан айында күндізгі оразамен қатар түндерімізді де тағат құлшылықпен өткізуге тырысайық. Алла тағала ұстаған оразаларымызды, тілеп жатқан дұғаларымызды қабыл етіп, бұл Рамазаннан келесі Рамазанға баршаларымызды амандықта жеткізгей.